Сонымен достар, бүгін біз сіздермен бірге бенто торт жасайтын боламыз. Мен уже жасап қойдым, қазір түс болып қалды. Біз оны азанда жасағанбыз, сол себептен қазір сол уақытқа қарай секретін боламыз. Так что кеттік. Давайте. Қазір бастамас бұрын кухняны жинап алуым керек. Осы бардақта пісірмейміз ғой. Біз қазір таңғы асымыз жасап алдық. Сырник жасаймыз. Сырник жасаймыз. Сосын бірақ бенто жасаймыз оны кейін. Сырникқа творог керек, жұмыртқа, манный, каша. Творожный сырный түрін қандай алдың? Кәдімгі. Да, болады ме? Крем-зелень. Бывает. Если что, сливкисіз крем жасап көрейік. Біз қазір сырник жасап алайық. Таңғы асымызды жасап алайық. Әйтпесе таңғы ас ішпедік біз деген. Қазір біз қалай бенто торт жасаймыз, күшіміз болмаса. Жібінен сөздерді білесің ба? Иә. Сен кішкентай үйленді ғой, көрдің ба? Біз мұнда естіп тұр ғой, өсек айтып отқанымызда. Иә, кесіп ұстаймыз. Оны кім айтады? Достан Орызбек. Күшті, ол Достан Орызбек. Короче, қазір мен сіздерге қалай күшті ресторандағыдай сырниктарды жасауға болады көрсетемін. Бірінші салайық. Бірінші сондай сыпучий нәрселерді қосып аламын. Корица. Ресторандағыдай десе. Келесі сахарная пудра қосам, үстіне бүйтіп. И үстіне варенье қосамыз. Бүйтіп варенье қосамыз. Осындай бірдеңе. Еще шоколад қосуға болады бүйтіп. Короче, сіздерде менікінен әдемірек шығатынына мен сенемін. Мен просто примерно көрсеттім ғой. Так что приятного нам аппетита деп. Все, біз бастаймыз. Ура! Көптен күткен бенто торт. Короче, негізі бентоны тортты адамдар бір нәрсенің құрметіне жасайды ғой. Біз ненің құрметіне жасаймыз? Біреу подписчик жинап жасайды. Біреу туған күнге. Сосын менде мынандай ой келді. 7 март келе жатыр ғой, аржан. Соған кішкене соның құрметіне арнап жүрсек. Қазір біз қамырын жасаймыз. Қамырына бізге мында ұн керек. Мынау краситель біз кремге қосамыз. Жұмыртқа, сахар, мед. И мында аржан миксер алып келді. Біздің үйде жоқтығын инандай форма келді и лопата алып келді. Все, біз бастаймыз деп. Бірінші жұмыртқаны жару керек. Қант себеміз. Неше грамм? Грамдарына қарасың. Осы жетеді. Көзбен. Sarmay var. Бір столовый ложка бал қосамыз. Майды осылай ерітеміз кәдімгідей и оны сағамыз. В принципе, бізде қамыры идеально болып шықты. Кішкене аз болып қалды. Сол себептен қайтадан сүт пен ұн қосып қайтадан жасадық.
Кейін листқа фольга түсеп, үстіне жаңағы массамызды құйдық, жайдық. Жалпы бұлай істеген тиімді болған жоқ деп ойлаймын. Қамырымыз қатты андай торткіне ұқсамайтын болып шықты. Сол себептен лучше формаға құйып пісірген дұрыс деп ойлаймын. Так, біз қазір крем жасаймыз. Еще сахарная пудра қосып, қазір крем жасаймыз. Негізінде мына сливкимен жасайын деген едік, бірақ бұл сливки кремге арналмаған. Давай краситель қосайық. Көрейік. Короче, біздің мынау крем аз болып қалды, сол себептен қазір белоктан тағы крем жасап жүреміз. Тесталардың арасына белоктан қамыр жасаймыз, мынау сыртына жауылға. Қорқыватсыз ба, мен бірдеңе білдіріп қояды. Короче, біздің тестамыз дайын. Белок пен қанттан күшті крем жасауға болады. Все, мынадан енді кішкене бөліп алып пакетке саламыз да. Бұмен біз торттар илейміз, мынау ішіне, мынау сыртына жаққанға. Бізде кондитерский мешок жоқ, сосын пакетке салып жатыр, көреміз қазір. Енді мынаны біз красительмен осындай розовый қылдырамыз. Мен мұнда пропитка жасап жатырмын, кішкене маймен араласып кетті, ештеңе етпейді деп ойлаймын. Қант қосу керек, сонымен болды. Итак, духовкадан тестамызды шығарды, осындай теста болып шықты. Көтеріліп кеткен жерін басып, кіргізіп жатқан түріміз, оны кесіп тастай алмадық. Кейін бізге осындай көлемде дөңгелек формалар кесіп алу керек болды. Өстіп бірнешесін кесіп алдық та. Оның үстіне жаңағы пропитканы жақтым. Әрине бірінші мен оны вилкамен немесе пышақпен, инемен тесіп алам, сосын үстіне пропитка жағам. Ішіне андай немен жауып аламыз, қасықпен. Белокпен жасаған креміміз көбірек қоса берейік. Үлкен биік болсын. Биік шыңдардан көрінсін десең. Біздің тортымыз почти дайын. Мынандай соңғы шагты жасаймыз қазір. Мынаны кесеміз да әрлейміз. Бісмилла. Мынандай бір неге салып қойдық. Все, дайын, қараңыздар. Бірақ енді бұл холодильникте примерно 1,5 сағат тұру керек. Болды. Давай кішкене себеміз. Нәрселерін аржандан не істеді? Бітте, былайста. Құлатсам да аккуратно бітеміз. Көріңдер ма? Мен құлатып алғам ғой, қайттан тұрғыздық. Осындай бенді торт. Подружкам уже кетіп қалды, сол себептен де бұл видеоны өзім аяқтауыма тура келеді. Сіздерге де осындай торт жасап көруге кеңес берем деп айта алмаймын, себебі бұл прям өте қиын екен. Мен басында оңай деп ойламағам. Так, достар, негізде мен уже дәмін көрдім, бірақ та камераның алдында дәмін көріп, сезімдерімді айтайын, бірақ сезімдерін бір сезін қойдым. Бірақ қазір қайттан сезінейік деп па, бірақ та көрсетейін сіздерге. Негізінде дәмі күшті. То есть қантынан ондай бір қателіктер кетпеген. Қанты барлығы көп емес, немесе аз да емес.
кәдімгідей нормасына сай. Бірақ бұл жердегі біздің қателігіміз қамыры піспеген сияқты бірдеңе, яғни қамыр андай қатты болып тұр да. То есть андай жұмсағандай бір пушистый болып тұрған жоқ вообще. Бұл минус, өте үлкен минус, кәдімгідей. Сол себептен оның үстіне біз жаңағы әр тесталардың арасына белоктан жасаған кремді қостық қой. Либо аз қостық па, немесе ол белоктың несі, белоктан жасаған крем су болып кетті ма, әйтеуір мына жер су болып жатыр да, и арасындағы не крем вообще көрінбей қалды, типа вообще жоқ сияқты көрінеді, то есть арасында почти вообще крем жоқ. Бірақ творожный сырдан жасаған сыртындағы крем әлі де бүйтіп тұр да, ал ішінде именно белоктан жасаған крем ол кәдімгідей еріп кетті ма, бірдеңе болды әйтеуір. То есть тортымыз торт болмағанындай, бір торт жегенде бір креммен, әдемі жұмсақ қамырмен жейсің ғой, бұл вообще полный противоположность, яғни кремі аз, қамыры қатты, вообще сондай бір нәрсе. Бірақ та первый раз әрине ондай болады, бірақ та біздің қателігімізді айтып жатырмын, чтобы сіздер ертең сол қателікті қайталамадыңыздар. Ал ендеше келесі видеоларда кездескенше, пока-пока.